Men Diдар Davletova және тақырып have to және must. Have to және must етістіктері бұл екеуі мағынасы жағынан бір-біріне өте жақын. Must сөзі қажеттілікті сипаттаса, have to көбіне міндеткерлікті білдіреді. Have to сөзі көбіне ережелерге, заңдарға қатысты қолданылады. Мысалға, I have to wear a uniform at work. Мен жұмыста униформа киіп жүруім керек. Ал must сөзі ол ерекше жағдайларға міндетті немесе жеке адамның өзінің шешімін, көзқарасын білдіретін көмекші етістік. Мысалға, We must see the Lord of the Rings. Біз Властелин колец фильмін көруіміз керек. Must және have to етістіктерінің мағыналары бір-біріне өте ұқсас болғанымен, олардың арасында бірқатар айырмашылықтар бар. Бірінші айырмашылық. Must ол модальді етістіктердің қатарына жататын болса, have to ол normal етістік болып табылады. Яғни, must модальді етістігі тек осы шақта ғана қолданыла алады. Өйткені must'тың өткен шақтағы формасы ол have to-дің өткен шақтағы формасы had to-ге түрленеді. Сонымен қатар, must модальді етістігі жақтарға қатысты ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Ал have to етістігін біз үшінші жақта has to-ге өзгерте аламыз. Ал енді екінші айырмашылыққа келсек. Must ол have to-ге қарағанда мағынасы күштірек. Яғни, must қолданылған сөйлемде біз бір іс-әрекеттің іске асуы аса қажет екенін, онсыз болмайтындығын түсінеміз. Енді үшінші айырмашылыққа келсек. Ағылшын тілі мәдениетінің өзіндік ерекшеліктеріне қатысты ағылшындар екінші адамды бір нәрсені жасауға міндеттей алмаймыз деп есептегендіктен біз екінші жақта сен осылай істеуің қажет деп айту үшін біз must-тың орнына have to-ді қолдана аламыз. Мысалға, You must come to see me деп айта алмаймыз. Дұрысы, you have to come to see me болады. Must және have to көмекші етістіктері сөйлемнің болымды, болымсыз, сұраулы түрлеріне қарай қандай өзгерістерге ұшырайды? Have to болымды сөйлем. Мысалға, You have to wear a seat belt in a car. Сен көлікте отырғанда қауіпсіздік белдігін тағып алуың керек. Ал сұраулы сөйлем, мысалға, Do you have to wear a seat belt in a car? Сен көлікте отырғанда қауіпсіздік белдігін тағып алуың керек пе? Келесі енді must етістігі, болымды сөйлем. Мысалға, We must bring peace to the world. Біз әлемге бейбітшілік алып келуіміз қажет. Ал сұраулы сөйлем, мысалға, Must we bring peace to the world? Біз әлемге бейбітшілік алып келуіміз қажет пе? Болымды сөйлем кезінде must және have to етістіктерінің арасында үлкен айырмашылық болмағанымен, болымсыз сөйлем кезінде олардың арасында өте үлкен айырмашылық бар. Өйткені, must сөзі болымсыз сөйлем кезінде prohibition, яғни рұқсат етілмейтін іс-әрекеттерді білдіреді. Мысал келтірсек, You must not drive a car. Саған машина айдауға болмайды. Яғни, бұл сөйлемде адам 18 жасқа толмаған болуы мүмкін, немесе адамның көлікті айдауына қандай да бір себептерге байланысты тыйым салынған. Келесі мысалы, You do not have to drive a car. Саған көлік айдаудың қажеті жоқ. Ал ауызекі тілде have to көмекші етістігінің өзіндік ерекшелік бар. Мысалға, have to құрылымының орнына біз have got to деген құрылымды да қатар қолдана береміз. Мысалға, I have to look after his baby. Мен оның баласына қарауым керек. I have got to look after his baby. Мен оның баласына қарауым керек. Have got to, gotta. Американдық ағылшын тіліндегі gotta
етістігі бастапқы кезде have got to етістігінің қысқаруынан туындаған. Мысалға, I gotta go. Менің кетуім керек.